Баршаңызға сәлем. Бізде бүгін математика сабағы 2 сынып 125 сабақ. Тақырыбы периметрі бойынша жазық фигураларды тор көзді параққа салу. Бірінші есеп. Периметрі 16 см болатын шаршыдан периметрі 2 есе кем шаршы сыз. Ең алдымен екінші шаршының периметрін табамыз. Ол үшін 2 есе кем дегендіктен 16 сантиметрді бөлеміз 2-ге. Бізде 8 сантиметр шығады. Бұл екінші шаршының периметрі. Енді бізде балалар шаршының барлық қабырғалары тең болады. Бізде шаршыда 4 қабырға бар. Енді осы шыққан периметрді 8 сантиметрді бөлеміз 4 қабырғасына. Не үшін? Яғни шаршының әр қабырғасының ұзындығын табу үшін. Сонда бізде 2 сантиметр шығады. Яғни 2 сантиметр, қабырғасы 2 сантиметр болатын шаршыны сызамыз. Екінші есеп. Периметрі 8 сантиметрге тең тік төртбұрыштан периметрі 4 сантиметр артық болатын тік төртбұрыш сыз. Басқа тік төртбұрыштар сызуға бола ма? Периметрі 8 сантиметр болатын тік төртбұрыштан периметрі 4 сантиметр артық тік төртбұрышты сызу үшін біз ең алдымен екінші тік төртбұрыштың периметрін анықтап алуымыз керек. Ол үшін артық дегеннен кейін 4 сантиметрді қосамыз. Бізде 12 сантиметр шығады. Бұл бізде екінші тік төртбұрыштың периметрі. Енді тік төртбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табуымыз керек. Бізде тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Сол себепті шыққан санды бөлеміз 2-ге. Бізде 6 сантиметр шығады. Бұл 6 сантиметр дегеніміз біздің сызайын деп жатқан тік төртбұрыштың ені мен ұзындығының қосындысы. Енді тағы да қандай тік төртбұрыштар сызуға болады? 6 сантиметр, яғни 2-ге 4-ті қосқанда 6 сантиметр болады, және де 1 сантиметрге 5 сантиметрді қосқанда 6 сантиметр болады. Міне бізде бірінші тік төртбұрышымыз ұзындығы 4 сантиметр, ені 2 сантиметр. Екінші тік төртбұрышымыз ұзындығы 1 сантиметр, ені 5 сантиметр болатын 2 тік төртбұрыш сызуға болады екен. Сонымен қатар үшінші нұсқасы да бар. Яғни 3-ке 3-ті қосқанда бізде 6 сантиметр шығады. Бірақ бұл бізде шаршы болып кеткендіктен мен оны сызған жоқпын, тек қана осы 2 нұсқасын алдым. Енді периметрін есептейтін болсақ, міне бізде барлығында 12 сантиметр шығады. Үшінші есеп. Суретке қара. Сұрақтарға жауап бер. Тік төртбұрыштың периметрі қалай өзгереді? Егер оның бір қабырғасының ұзындығын асы 1 сантиметрге кемітсе, әсі 1 сантиметрге арттырса. Міне бізде тік төртбұрыш берілген, ұзындығы 4 сантиметр, ені 2 сантиметр екен. Егер бір ғана қабырғасын кемітсе, арттырса дейді. Яғни біз ұзындығын аламыз. 4 сантиметрден 1 сантиметр кемітсе 3 сантиметр шығады. 1 сантиметрге арттырса 5 сантиметр болады. Қазір соны есептеп көреміз. Ең алдымен тік төртбұрыштың периметрін тауып алайық. Периметрін қалай табатын білесіңдер, балалар, сендер. Ең алдымен қарама-қарсы қабырғаларын қосамыз және 2-ге көбейтеміз. Бізде 12 сантиметр шығады. Енді асы 1 сантиметрге кемітсе дейді. Кеміткенде бізде 4-тен 1-ді алғанда 3 шығады. 2-ге 3-ті қосқан кезде 5, 5-ге 2-ні көбейткенде 10 сантиметр шығады. Яғни 12 сантиметрден бізде аз болғандықтан кемейді екен. Енді әсі 1 сантиметрге арттырса, яғни 4-ке 1-ді қосамыз, 2-ге 5-ті қосқанда 7, 7-ге 2-ні көбейткенде 14 сантиметр шығады. Яғни 14 сантиметр 12 сантиметрден артық болғандықтан артады екен. Төртінші есеп. Зерттеу. Қағаздан жасалған тік төртбұрыштың моделінен суреттегідей қабырғаларының ұзындығы 2 сантиметр және 1 сантиметр тік төртбұрыш қиып алынды. Қалған фигураның периметрі өзгерді ме? Оның пішіні ше? Ең алдымен тік төртбұрыштың периметрін анықтап алайық. Ені мен ұзындығын қосамыз, 7 шығады, 2-ге көбейтеміз, 14 сантиметр шығады. Енді қиып алынған бізде енінен 1 сантиметр, ұзындығынан 2 сантиметр қиып алынған. Енді осы қиып алғаннан кейін периметрі өзгереді ме? Оны анықтау үшін барлығын қосып көрейік. 4 сантиметрге қосамыз 3 сантиметрді, қиып алынған 2 сантиметрді қосамыз және қалған 2 сантиметрді қосамыз. Одан кейін енінен қиып алған 1 сантиметрді қосамыз, қалған 2 сантиметрді қосамыз. Сонда бізде 14 сантиметр шығады. Сонда периметрі 14 сантиметр болады екен. Сонда бізде фигура
қабырғасының периметрі өзгермейді екен, ал пішіні бізде өзгереді. 5-ші есеп зерттеу. Қағаздан жасалған үшбұрыштың моделінен суреттегідей қабырғасының ұзындығы 1 см болатын шаршы қиып алынды. Қалған фигураның периметрі өзгерді ме? Ең алдымен үшбұрыштың периметрін тауып аламыз. 3 сантиметрге 5 сантиметрді қосқанда 8, 8-ге 4 сантиметрді қосқанда 12 сантиметр шығады. Енді қиып алғандағы периметрін есептейік. 5 сантиметрге 3 сантиметрді қосамыз. 8, 8-ге 1 қосқанда 9, 9-ға 1 қосқанда 10, 10-ға қалған 2 сантиметрді қосқанда 12 сантиметр шығады. Сонда жауабы бізде қиып алғаннан кейінгі периметрі өзгермейді екен. 6-ші есеп. Ең алдымен жақшаның ішін есептеп аламыз. 80-нен 48-ді азайтқанда бізде 32 шығады. 32-ге 4-ті бөлгенде 8 шығады. 7 мен 4-тің көбейтіндісінен азайтамыз. 28 мен 4-тің бөліндісін. 7-ге 4-ті көбейткенде 28 шығады. 28-ге 4-ті бөлгенде 7 шығады. 28-ден 7-ні азайтқанда 21 шығады. Енді 34-ке қосамыз 9 мен 4-тің көбейтіндісін. 9-ға 4-ті көбейтіп аламыз. Ең алдымен бізде 36 шығады. 34-ке 36 қосқанда 70 шығады. 5 көбейту 4-тің көбейтіндісінен азайтамыз. 16 мен 4-тің бөліндісін. 5-ке 4-ті көбейткенде 20, 16-ға 4-ті бөлгенде 4 шығады. 20-дан 4-ті азайтқанда 16 шығады. 7-ші есеп. Кесте бойынша теңдеулер құр, оларды шеш. Міне кесте бойынша теңдеу құрып алдық. Ең алдымен теңдеудің оң жағын шығарып аламыз. 16-ға 23-ті қосқанда бізде 39 шығады, яғни қарапайым теңдеуге айналдырдық. Енді x-ті табамыз. Ол үшін 39-дан азайтамыз 9-ды. Сонда бізде 30 шығады. Тексереміз. 9 қосу 30 тең 16 қосу 23, 39 тең 39 шығады. Біздің екінші теңдеуімізде күрделі теңдеу болып табылады. Бұл жерде де ең алдымен теңдеудің оң жағын шығарып аламыз. 20-ға 18-ді қосқанда 38 шығады. Енді y-ті табу үшін 100-ден азайтамыз. 38-ді y тең 62 шығады. Тексереміз. 100-ден 62-ні алғанда бізде 38 шығады. 20-ға 18-ді қосқанда 38 шығады. 8-ші есеп. Дәптерге қабырғалары 4 см болатын шаршы сыз. Егер оның қабырғасының ұзындығын 3 см-ге арттырса, 3 см-ге кемітсе, осы шаршының периметрі өзгере ме? Қалай ойлайсың? Бастапқы шаршының пішіні өзгере ме? Қабырғасы 4 см болатын шаршы сызып алдық. Енді периметрін табамыз. 4 қабырғасын, шаршының периметрін табу үшін 4 қабырғасына көбейтеміз 4 см-ді. Сонда бізде 16 см шығады. Енді 3 см-ге арттырса, ол үшін біз 4-ке 3-ті қосып аламыз жақшаның ішіне. 7 шығады. 7-ге 4-ті көбейткенде 28 см болады. Ал егер 3 см-ге кемітсе, бізде 4-тен 3-ті азайтып аламыз. 1 шығады. 4-ке 1-ді көбейткенде 4 см шығады. Сонда жауабы 3 см-ге арттырса периметрі өзгереді, пішіні үлкейеді. 3 см-ге кемітсе периметрі өзгереді, пішіні кішірейеді. 9-ші есеп. Ойлан тап. Бірінші шаршының периметрі 12 см, ал екінші шаршының периметрі одан 3 есе кем болатындай 2 шаршы сыз. Бірінші шаршының қабырғасы екінші шаршының қабырғасынан неше есе ұзын? Бізде бірінші шаршының периметрі белгілі 12 см P1 деп жазып алдық. Екінші шаршының периметрі бірінші шаршының периметрінен 3 есе кем дейді. Ол үшін 12-ні бөлеміз 3-ке тең 4 см болады. Сонда екінші шаршының периметрі бізде 4 см. Енді шаршының қабырғасының ұзындығын табу үшін 12 сантиметрді бөлеміз 4-ке, сонда 3 сантиметр шығады. Бірінші шаршының қабырғасы, екінші шаршының қабырғасын табу үшін 4 сантиметрді бөлеміз 4 қабырғасына, сонда бізде 1 сантиметр шығады. Бұл екінші шаршының қабырғасының ұзындығы 1 сантиметр. Енді сендерге сұрақ қойып тұр. Бірінші шаршының қабырғасы екінші шаршының қабырғасынан неше есе кем ұзын дейді. Ол үшін 3 сантиметрді бөлеміз 1 сантиметрге, сонда бізде 3 шығады. Сонда жауабы бірінші шаршының қабырғасы екінші шаршының қабырғасынан 3 есе ұзын екен. Осымен бізде бүгінгі сабақ аяқталды. Барлық есептер шығарылды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.